Қайырлы күн баршаңызға. Сіздердің алдарыңызда өте дәмді және де өте биік болып шығатын королевский тортын дайындадым. Ол үшін оның ерекшелігі деп айтсақ та болады, және 4 корждан жасаймыз. Біріншісі мейізден, екіншісі какаодан, үшіншісі жаңғақтан, төртіншісі мактан дайындайтын боламыз. Ол үшін 4 жұмыртқамызға шекерімізді салып, біртіндеп миксерлейтін боламыз. Ағарғанша миксерлейміз. Болмасыдан біз 2 корж шығарамыз. Одан соң 2 ас қасық қаймағымызды салып, тағы да миксерлейміз. Енді ұнымызға қопсытқышымызды салып, араластырып, біртіндеп тестомызға салып миксерлейміз. Массамыз басылып қалмас үшін қалған ұнымызды лопаткамен араластырсақ болады. Енді осы массамызды 2-ге бөлеміз, бірде қылып. Біреуіне мейіз саламыз, екіншісіне мак салып араластырамыз. Оған дейін пешімізді ысытып қоямыз. 2 формаға салдым, теңдей қылып. Мендегі форма диаметрі 22 сантиметрлік. Екеуіне теңдей салып, пешке 180 градуста 25-30 минутқа жібереміз. Енді тағы осындай корж дайындаймыз. 4 жұмыртқамызға шекерімізді салып, жаңағыдай қылып, аппақ қылып араластырамыз. Дәл бірінші дайындаған коржымыз сияқты қылып, 2 қасық қаймақ салуды ұмытпаймыз. Және де ұнымызды салып, 2-ге бөлеміз массамызды. Біреуіне какао салсақ, екіншісіне жаңғақ саламыз. Міне осындай корждарымыз дайын болды. Енді суығанша қойып қоямыз. Енді кремін дайындайтын боламыз. Мен қаймақ кремін алдым. Қаймаққа қант ұнтағын салып, жақсылап тұрып көтерілгенше миксерлейміз. Міне осындай 4 корж шықты. Осы корждарды енді крем жағып жинайтын боламыз. Енді бірінші коржымызды жағамыз. Қыздар өткендегі видеоларда айтқандай, біздің бисквиттарымыз өте жұмсақ болу үшін сүтті себелеп жібереміз. Қыздар, менің видеомды соңына дейін көріп жатырсаңыздар, видеома лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпайық. Және де қоңыраушаны басып кетейік, себебі менің арнамда жаңа рецепт шыққан кезде сіздерге бірінші болып барады. Осылай кремдердің барлығын жан-жағына да жағып шығамыз. Кремімізді жағып болғаннан кейін тортымызды 2 сағатқа холодильникке қойсаңыз, жақсы болып кремі сіңетін болады. Міне қыздар, дайын болды. Осылай қылып әсемдедім. Сіздер де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Осы тортты жасауға қыздар кеңес етемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен болғанымен Жұлдыз Исмуханова. Назарларыңызға көп рахмет.